Так, бүгін бізде MAN Командор. Бұл жерде біз, короче, акустика жинайтын боламыз. Ой-пай. Так, на жерге пионер колонкаларын орнатып қойып тоже төртеу. Так, пионер бізде. Ақталды. 650 ваттық екен. Так, 4 тал пионер. Ар жағында біреу, мына жағында біреу, мына жерде екеу, төртеу. Еще бізде самая главная начинка. Kenwoodтың усилителі 1000 ваттық, 4 каналды. Бәрі новый. Так, мына пешалкалар бар екен, бірақ пешалка орнатпай қойды. Так, еще самый главный бізде пионер. Оригинал мафон, пионердікі. Осыны барлығын жинайтын боламыз. Так, пока что на жерде машина иелері өздері пашалап қойыпты, колонкаларды орнатқан. Біз чисто электроникасын жинайтын боламыз. Так, преобразователь бізде 60 амперлі буферге. Буфер деп қойған. Усилитель. Так, силовой кабель бізде мындай. Сечение нормально, короче, жетеді. Ал ақырындап кеттік, онда бастайық. Бүгін бізде ерекше күн ойнап тұр ғой, короче. Мафонды мына жерге орнатып береді екенбіз. Өзінікін штекермен. Так, преобразователь бізге чисто буферге, ал мафонды через прикуритель жалғайтын боламыз. Клиенттің қалауы бойынша постоянно істейді мафон. По-любому масса өшіреді екен бұда. Так, усилитель бізде через мафон. Мафон қосқанда усилитель автоматически қосатын деп жалғайтын боламыз. Ал кеттік онда. Бастайық. Бисмилля деп. Так, короче, силовой модульді біз чернешіктің артынан аламыз. Мына жерден. Так, чернешікті босатып алдық біз. Силовой кабель мына жерге өткізіп қойдық. Преобразовательді мына жерге қоямыз. Пустой жағын осы жерге қоямыз. Так, звуковойдікі міне. Мына рэм, мына силовой кабель. Усилительді мына жерге қоятын боламыз. Так, екі колонка мына жерде. Так, мына жаққа жалғаймыз, барлығын осы жерге жинаймыз. Так, пока мына колонканыкін өткізіп, мына жерден өткізіп, мына жерге шығарып алдым. Міне. Так, ар жағын өткізу керек. Так, мафонды жалғау бізге. Так, мафонның штекері міне, пионердікі. Так, біз, так как массаны өшіргеннен кейін біз мафонды постоянно жалғаймыз. Так, красный ол бізде управление, мафонның қосылуы через АЦС дейді ғой, жалғанады. Ал желтый бізде постоянно плюс. Так, черный масса. Біз питанияны прикуритель ала саламыз, 12 вольт осы жерде готовы өзі. Ал буфердікін, усилительдікін через преобразователь. Міне, осы арқылы істейтін боламыз. Так, дальше жұмыс барысында көрсетемін. Ал кеттік онда. Так, короче, забыл заснять. Наверное, барлығы бітті. Чернешік жинап қойдық. Так, преобразователь бізде. Не? Преобразователь жалғап қойдық. Силовой кабель преобразователь өзінен алдық. Так, мына жерден кетті. Управление міне. Так, рация міне. Так, мафон. Мафон жалған кезде звуковой колонкаларын жалғамаймыз. Отдельно тұра береді. Так, мынау силовой модуль қосып садық. Мынау бізде рэм болып жүреді. Рэмді жалғап қойдық өзінің буфердің комплектный проводкамен. Оны аккуратно мына жерден алып жүрдік. Так, арт жағы. Так, арт жағы бізде мынау колонканың выходтары. Мына жерде жазық өзі. Right left деп плюс-минусымен. Так, мынау бізде силовой плюс, батареядан келетін, аккумулятордан келетін. Мынау ground минус, мынау рэм бізде управление. Так, колонка барлығын жалғап қойдық. Так, екінші сторонасы. Мынау бізде колокольчиктер, мафоннан келетін, звуковой сигналмен келетін. Так, мына жерде настройка жасап қойдық уже, барлығы нормально. Мына жаққа проводкаларды пока былай осы изолентамен орап жинап қойдық. Усилительді бізде машинаның сөзі мына жерге бекітіп алады екен. Болтпен. Kenwoodский 1000 ватт, барлығы тема. Бұл жақ бітті, колонка пока что былай тұр. Мына колонка мына жақта. Мына жерде екеу. Ар жақта біреу. Мафон бізде пионер.
телефон управление жасалады екен. Барлығы нормально. Колокольчик алып қойдық. А музыка қосқыр. Музыка бізде осылай шығады. Меня в себе, привлекая интерес на виду ваших глаза раскрываем, но ты фраз готов поспорить не зря. Мелодия манила не зря. Мелодия манила Мело поцелуя, мело вино. Я в тебе готов пропасть, а с неба падали звезды в пропасть, мы за ними разбивая тысячи частей. Валим, от незнакомых людей. Так, через усилитель кәдімгідей разница бар машинеде. Чем обычный мафонның өзінің жалғаған қарағанда, через усилитель жалғасы 3 есе, 4 есе қаттырақ шығады екен. Так, бас нормально. Просто на корпус чуть пластиковый болғандықтан, чуть вибрациямен істейді. Ладно, ол жерге кейін объешумка жақтап, мына жерге тіреп салсақ, барлығы четко шығады. Осымен ман бітті. Акустиканы жинап тастадық. Барлығы тема. Ал осымен көргендеріңізге рахмет. Если усилительдің схемасы керек болса, мен шығарып бере аламын. Осы экранға шығарамын. Қайтып жалғау керек. Көргендеріңізге рахмет. Лайк басып қолдап кетіңіздер, каналға тіркеліп кетіңіздер. Ал, на этом все. Всем пока.